Bizlerin bankta жұмыссыздарға жеңілдетілген кредит бар да. Мысалы, физический болса 5 миллионлық, 17 миллионлық, 50 миллионлық кредитlerimiz бар да. Егер еркек адам болса 25%, әйел адам болса 23%, да. Әйелдерге 2% арзан ашықталған. Жаңағыдай фирмаңыз болатын болса, фирмаға 20%, егер фирманың бастығы әйел адам болатын болса 18%, да. 100 миллионға дейін без залог, 100 миллионның жоғарысында залогпен шығарды, максимальный 300 миллионға дейін беріледі. Әйел адам болса 18% беріледі. 6 жылға дейін. Сөйтті 17 миллион кредитті кепіл ямасы суғыртамен шығады, бірақ 50 миллион кредитті тек кепілмен шығады. Оған суғырта басқа не алынбайды. Жаңағы фирмаға берілетін кредитлерде тек 100 миллион сомға шекем без залог шығады. Жаңағыдай залог кепіл есеп шықпайды, тек фирманың өзі болса болды, фирманың 100 миллион. Бірақ 100 миллионның үстіндегісіне залог қойылу керек болады. Енді фирма аша жат болса не болады? Отыра ма? Енді фирма аша жат болса, оған кредит бере аласыз ба? Біздерде агробанктың өзінде енді ашылған фирмаларға берілмейді. Мысалы, президенттің қарары 312 санына бар да, президенттің қарары. Сол бойынша кемінде 1 жыл істеп тұрған болу керек та. Кемінде, мысалы, бүгін 2025 жыл апрель болса, 2024 апрельден бастап кемінде істеп тұрған фирма болу керек. Соларға беріледі да. Сұрағыңыз болса, берсеңіз түсіндіріп береміз. Жұмыссыз бірақ сыртта жүрген адамдарға қалай? Өзі болу керек, өзі болмаса кредит шығара алмайды. Болмады, бірақ кейін ол кредитті алып мысалға сыртқа жұмыс істеуге кетіп қалса. Сыртқа жұмыс істеуге кетіп қалса, мысалы... Не қылмай ма оған? Ешқандай не жоқ па? Егер кредитін уақытында төлеп тұрса, осы жақта төлейтін адам болса, төлеп тұра береді. Егер митпа өтіп кетсе, сыртқа шығуға шектеу қойылады да, кейін сыртқа шыға алмай қалады, немесе сырттан келсе, қайтадан шыға алмай қалады. Бірақ ала береді, мысалы Қазақстан, Россия барып жұмыс істеп барып келіп жүрген адамдар. Сол жақта, сол Нөксөренің адресінде жұмыссыз болу керек та. Өзін-өз бәнділеу керек екен. Кепіл болады, сол болмаса, кепілдер төлеп тұрады.